ба? Жалпы әлеуметтік желілерде қазіргі таңда осы Шымкент қаласы нөмір 1 ауруханасының дәрігері жаңағыдай 1,5 миллион қаражат алды деген сіздің аудио жазбаңыз жарияланып жатыр. Осыған қатысты бұл ақпаратты біріншіден сіздің рұқсатыңызбен жарияланды ма? Бірінші сұрағымыз. Екінші, сол Рахымжан есімді дәрігер, яғни ота жасағаны үшін қайтыс болған адам деп жатыр ғой енді. Соған сол қаражатты бергенін сіз қайдан білесіз? Шын мәнінде де 1,5 миллион қаражат берген ба? Бұл ақпаратты қайдан алдыңыз? Сол туралы ақпарат берсеңіз. Қаттырақ айта беріңіз. Бірінші сұрағыңызға айтатын болсам, ол жалған ақпарат. Ол менің рұқсатыммен берілмеген. Мен ешкімге тарат деп айтқан жоқпын. Ол жалған ақпарат. Екінші сұраққа келетін болсақ, ол Рахымжан деген кісіге өте алғысым шексіз, өте адал, өте еңбекқор, ең білікті маманның бірі. Рахметімді айтам. Осындай жалған ақпарат тараған үшін кешірім сұраймын. Жалған ақпарат болғанда оны сіз айттыңыз ғой, 1,5 миллион қаражат алды деген сөзді. 1,5 миллион алмаған. Әлде біреу сізді мәжбүрледі ма сондай деп айтты? Ол кісі алмаған. Ол кісіге ешқандай қаражат бермеген. Бұл жерде қаражат жаңағы ары-бері жұмсалған дәрі-дәрмегіне анда-мұнда қаратқан қаражаты. Ол жерде кеткен ақша. Демек, дәрігерге ешқандай қаражат 1,5 миллион ақша берілмеген, дұрыс па? Ол жерде жалған ақпарат, ол жерде қысқартылып айтылған барлығы. Менің керек сөздерім шығарылмаған ол жерде. Демек, аудиожазба монтаж дейсіз ғой. Қиып салынған ба? Иә, қиылып салынған ол жерде. Ешкім ол жалған ақпаратқа сенбесін. Рахымжан өте білікті маман, өте рахметімді айтамын. Демек, ол кісіге ешкім 1,5 миллион қаражат бермеген, дұрыс па? Онда айтыңызшы, оны кім жариялап, кіммен сөйлесіп, ол қайдан шыққан ақпарат білесіз бе? Сонда сіз кіммен сөйлескенсіз? Сол жерде істейтін Айжан деген қыз бар. Бұрын бірге мектепте оқығанбыз. Сол дұрыс түсінбестен осылай жариялап. Демек, Айжан деген есімді қыз сол ауруханада жұмыс жасайды ғой, иә? Сол жерде жұмыс жасайды. Кім болып жұмыс жасайды білесіз бе? Медбике болып жұмыс жасайды. Олардың арасында не бар екенін білмеймін. Бірақ жалған ақпаратты солай шығарып отыр. Түсінікті. Демек, сіз оған біріншіден рұқсат етпегенсіз, е? Жоқ, рұқсат. Жеке араларыңыздағы әңгіме монтаждалды дегіңіз келе ме сонда? Қырқылып тасталынған. Ол жерде мен айтқан сөзім бар, ешкімнің қарғысы керек емес. Біз дәрігерлерге ырзамыз деп те айтқан сөзім бар ол жерде. Ешқандай неміз жоқ. Түсінікті, рахмет сізге.